Сәлем достар, бүгін Телеграмда қалай канал ашуға болады, соны үйрететін боламын. Ол үшін өзіміздің Телеграм каналға кіреміз. Телеграм каналға кіреміз және де өйстіп жығыстқан кезде асты жағынан ручка тұрады. Мен қазір Androidпен түсіріп жатырмын. Сосын мына жерде создать группу, создать секретный чат, создать канал деп тұр. Создать каналды басамыз. Сосын имя канала, например, марафон деп ашайын. Галочканы басамын. Және де бұл жерде публичный канал или частный канал деп сұрап тұр. Публичный болса, можно найти через поиск, подписаться на них может любой пользователь. То есть ол открытый, ашық каналда любой адам кіре алады, шыға алады, шығып кеткеннен қайтып кіре алады. Ссылкасы доступный болады. Частный канал болса, ол кезде только ссылканы мен ғана бере аламын. То есть админ ашқан адам ғана бере алады, басқа адамдар оған кіре алмайды. Поискқа терсе ол шықпайды. Ссылканы любой уақытта ауыстыра саласыз. Бір адамнан кіргізгеннен кейін ауыстырып қойсаңыз болады ссылканы. Кейін ол ссылкамен ешкім өте алмайды. Галочканы басамыз. Адам қосқыңыз келсе списоктан қоссаңыз болады. Өзіңіздің ешкімді қоспаймыз. Біз стрелканы басамыз. Все, каналымыз ашылды. Енді каналға өзіңіздің ақпаратыңызды сала бересіз. Қалай саласыз, оны білетін шығарсыздар или көрсетіп өтейін. Мына жерде скрепка тұр, колокольчик тұр, ол уведомлениені өшіру деген скрепка тұр. Осы скрепкада таңдайсыз не жіберетініңізді. И сол неңізді жіберіп отырасыз. Шаблондарыңызды. Или суреттеріңізді. Пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.